күнің баршаңызға. Ассалаумағалейкум, қоғамдық қатысушылары. Есімім Аслан Омаров, Райыптың, балықтың жанашыры ретінде жанашыры болам, белсенді азамат болам. Жаңа сіздер айтып отырсыздар, зиян келмейді, бірақ екінші тараптың қыз баяндады, жақсы баяндады, бірақ зиян келетін тұстарын да атап өтті. Бұл жалпы мынау эколог ретінде мен өзім қарсымын бұған. Неге десеңіз, жаңа атап өткендей, біздің жайықта соңғы кезде балық дейтін жоғалып кетті. Балық жоқ. Баяғы бұл осетр, сазандар қазір жайықта жоқ. Сазан балығы ешқандай көрмес, тек қана торман балықтар. Мынау зиян шегіп жатқандар, кооперативтер көп, бәрін айтатын сөзі балық жоқ. Өйткені сіздердің келтіріп жатқан жаңағы мынау сван қысқа да өтеді. Өздеріңіз білесіздер, мен сөйлесейдің, мына не жақтағы, теңіз жақтағы, жайықтың пешной жақтағы, білесіздер ғой. Қысқа да түсірдік, салдық. Тіпті анау жүрген кезде бәленбай жаңағы барымен балықтың миын мипалағы мұзды сындырып, балықтар шошынғанынан мұздың үстіне секіріп шығып кетіп. Өздеріңіз көрдіңіздер, салдық әлеуметтік желісінде де бұған ешкімде тосқауыл бола алмайды. Айтып жатыр, жазып жатыр, бірақ қаншама балықтар өлекселерді әлі тауып жатыр, көріп. Енді жаңағы сіздер қазан дейсіздер, қазғанмен қазір балық жоғалып кетті деп айтып отырдық қой. Біздің атыраудың балықтары мынау Дагестан, шетел, жаңағы Россия көп кетіп қалды. Енді сіздер қазған кезде жаңағы байды да бәрін атап өтіп айтып кетті, кармабайыр базы жоғалып кетеді балық. Біріншіден кармабайыр базы бұл балықтың қоректенетін жетіктері, яғни сіздер қопарып қазған кезде теңіздің астында. Кармабайыр базы жоғалады. Балықтар не істейді? Тамақ жоқ, аш болғандықтан тағы да шетелге кетіп қалады жаңағы басқа жаққа. Екіншіден балыққа жаңағы зиян деп атап өттік, ит балыққа да қашып кетеді. Білесіздер, түйелердің бәрі қырылып жатыр қазір. Оның бәрін ешкім айтпайды. Оның бәрін сол аяғына балықшыларға жауып қоя салып, оны да білеміз, бірақ астыртын жаңағы зиян екенін бәрін де көріп отыр. Макро зообенцке орасан зор. Ол да тоже маған айтты. Енді ертең фаунаға да зиян, бекіре тұқымдас балықтар бізде жоғалып кетті, ол айтып отыр жаңа. Оған да орасан зор болады. Сонда жаңағы суды лайлайды деп отыр, бұл дейтін өте орасан зор балықтар қашып кеткені, бұл өте енді бізде болашақта балық болмайды деген сөз. Бұл орнына қайтып, орны толмас бір қайғы қасірет болып қалды қазір. Балық жоқ өткені. Мен ойлаймын, менің пікірім, мен жаңа осы жерге келгендегі мақсатым теңізбен жайықтың қосылатын сағасын қазама деп едім. Жоқ, бірақ сіздерде ондай ешқандай сөз естімеймін. Тек өздерінің мақсат мүдделеріне жаратып, маған теңіздің арықтарды қазу. Сөйтіп өздерінің шаруаларымызды жасау. Каспийде балықтарға фауна бәріне зиян келтіресіздер. Мен ойлаймын, 32 километрде де ғой жаңа. Сол 32 километрге неге көпір салып тастамасқа? Көпір салып тастап, сонымен неге қаптамайсыздар? Тыныш сол сияқты. Рахмет сол. Рахмет сұрағыңызға, Аслан мырза.